Сәлем достар, сіздермен Айгерім. Бүгін жаңа жылдық торт жасайтын боламыз. Өте оңай жолын көрсететін боламын. Яғни Наполеон торт. Ал ендеше кеттік. Ыдысымызда 2 жұмыртқа және де оған суымызды, уксусымызды құйып, алдын ала дайындап қоятын боламыз. Бұл бізге қазір қамыр дайындауға қажет болады. Енді ұн керек бізге. Ұнымызға сары майымызды салып, мұздатылған сары май болу керек, міндетті түрде морозильниктен алдым. Осылай чөркадан өткізіп аламыз барлығын. Міне өткізіп болдым. Енді алдын ала дайындалған жаңағы біздің сұйық затымыз десек те болады. Соны құйып, қамыр илеп шығатын боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды, қаттылау болады сәл. Енді осыны холодильникке 20 минутқа салып алатын боламыз. Енді заварной крем дайындайтын боламыз. Ыдысымызда сарыуыз және шекерді, кукурузный крахмалды салып, бір келкі болғанша венчиктің көмегімен араластырып алдым. Енді осының үстінен сүтімізді құямыз да бір араластырып аламыз. Егер де ішіндегі іртік-іртіктер жазылмай жатса, осындай блендер қажет болады. Бізге барлығын жақсылап бір елкі етіп ес беретін болады. Енді дайын болған сұйықтығымызды отқа қойып, осылай бір келкі қоюланғанша осылай үзбей айналдыратын боламыз. Міне біздің сұйықтығымыз қоюланды. Осындай қоюланған кезде өшіретін боламыз отымызды. Міне біздің сұйықтығымыз үстінен ыстық күйінде осындай сары майымызды салып жібереміз. Сары майларымызды ерігенше осылай араластырып тұратын боламыз. Біздің креміміз дайын болды. Осымен суығанын күтетін боламыз. Міне біздің қамырымызда 20 минут өтті. Енді осыны 14 бөлікке бөліп алатын боламыз. Барлық қамырларымызды осылай домалақ тәрізіге келтіретін боламыз. Енді қамырларымызды барынша жұқалап жаятын боламыз. Қамырымызды жұқа етіп алдық. Өте жұқа болып шығады. Біздің формамыз 22 см. Осылай вилканың көмегімен тесіп қысып тұрған пешкеде пісіріп аламыз. Міне біздің қамырымыз пісті. Яғни көлемі де кішірейеді. 20 см-ге кішірейеді. Піскен соң барып кремдерімізді осылай 2 қасық, 3 қасықтан салып, барлығын жабып шығатын боламыз. Он екі ұштық қамырымызды осылай жасап алдық. Енді соңғы екеуін қалдыратын боламыз. Соңғы біреуін қойып, осылай үстін басатын боламыз. Сонда біздің астыңғы корждарымыз басылатын болады. Кремімізді жағып жіберіп, енді соңғы қалған коржды қойып, кремдеріміз жағып, жаңағы шет-шетінде қалған үгітінділерді үгітіп барып бетіне сеуіп шығамыз. Жандарына бетіне сеуіп шығатын боламыз. Барлығын сеуіп болғаннан кейін холодильникке 3 сағатқа немесе 4 сағатқа қойып аламыз. Крем тез сіңеді мұнда. Міне біздің тортымыз дайын болды. Енді үстінен сахарный пудра сеуіп жатырмын. Сепсеңіздер де болады, немесе сеппей қойсаңыздар да болады. Но бірақ әдемілік береді біздің сахарный пудрамыз. Енді тортымызды кесіп көрейік. Міне біздің тортымыз тез арада жұмсарып шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Әсіресе тез арада қонақ шақырғанда тез дайын болады торттардың бірі. Видеом сіздерге ұнаған болса, каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айгерім.